Сәлем ханымдарым, сіздермен мен Жансая. Бүгін вупи пай тортын жасайтын боламыз. Өте керемет, дәмі тіл үйіретін, кремдері мен кождары бір жасағаннан әдемі болып шығатын вупи пай торты. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Вупи пай торты қазіргі таңдағы ең хит торттардың бірі. Қонақтарыңыз бен отбасыңызды қуантатыны анық. Ол үшін бізге вупи пай тортын жасау үшін 200 грамм ұн, 10 грамм разрыхитель, 20 грамм какао, 4 жұмыртқа және 160 грамм қант, 80 грамм сары май, 160 грамм шоколад қажет болады. Ең алдымен сары майымыз бен шоколадымызды микроволновкада қыздырып ертіп аламыз. Және де шекеріміз бен 4 жұмыртқамызды көпіртіп, үлкен масса болғанша миксерлейміз. Одан кейін еріп тұрған шоколадымыз бен сары майымызды үстінен құйып, тағы да миксермен араластырамыз. Осы кезінде сухой сместердің барлығын араластырып, какао разрыхитель ұнды салып, біркелкетіп араластырамыз. Өте керемет осындай масса дайын болады. Біз бүгін цифрлы 8 санын жасаймыз. Ол үшін трафаретті пергамент қағазына қойып, 8 сан үлгісін басып аламыз. Үй жағдайында формат А4 қағазбен жасасаңыздар да болады. Қағазға 8-дік белгісін сызып, сізге қажетті санды сызып, осылай пайдалануға болады. Менің 3 кож шығады. Ол 3 кожды мен 3 ыдысқа бөліп алдым. Яғни кождарымыз біркелкі шығу үшін, бірінен бірі үлкен болып кетпес үшін осындай массаны ыдысқа құйып алдым. Осы массаны қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минутта пісіретін боламыз. Әдемі болып пісіп, үлпілдеп шыққан кожымызды ыстық күйінде үстінен трафаретті басып, жан-жағындағы артық қажет емес кождың бөліктерін алып тастаймыз. Ол қажет емес кождардан біз трафил жасасақ болады. Осы кезде пергаменттен ыстық сумай тұрып ажыратып аламыз. Кождарымыз өте әдемі болып пісті. Осылай суытып қоямыз. Бізге сливки 500 грамм мен творожный сыр 300 грамм және сахарный пудра 100 грамм қажет болады. Барлығын жоғары массада 7 минутта миксерлейміз. Торттарымызды жинау үшін пергамент листіне кожымыздың астына осылай шағып, үстін дөңгелекше етіп, насатканың көмегімен дөңгелек жасап шығамыз. Егер насатка болмаса, без насадки жасасақ та болады. Осылай барлық жеріне кремді тигізіп, келесі рет тағы да осылай қайталап жасаймыз. Осылай болып шықты бізде тортымыз. Мен үстінен какао сепкенді жөн көрдім. Мендегі қолданылатын какао малазиялық какао болады және қолданылатын шоколадым жоғары деңгейде Қазақстан шоколады. Енді сәндеуді ол өз еркіңіз, өз қалауыңыз. Мен осындай шоколадтармен қостым және печеньеларымызды кондуринның көмегімен бояп қойдым. Үй жағдайында жасаңыздар, өте керемет болып шығады. Балаларыңызды қуантасыздар. Дүкеннен алғаннан сапасы өте жоғары болады және қонақтарыңыз бен балаларыңыз, отбасыңыз ұнататыны анық.